Шымкентте табиғи өрттердің туындау қатерін болдырмау мақсатында кешенді алдын алу шаралары жүргізілуде. Мәселен, ағымдағы жылдың сәуір-мамыр айларында республикалық маңызы бар автомобиль жолдарына өртке қарсы минералды шолақ жырту жұмыстары жүргізілмек. Бұдан бөлек орман, дала өрттерін дер кезінде сөндіруге 40-тан астам ерікті топ құрылып отыр. Өз кезегінде төтенше жағдайлар департаменті тұрғындарға сақтық шараларын қатаң сақтауды ескертеді. Қазіргі уақытта қала әкімдігімен 2023 жылдың өрт қауіпті маусымында Шымкент қаласы аумағында орман және дала өрттерінің туындау және оларды жою тәуекелдерін төмендету іс-шаралары туралы жоспарлы әзірленіп бекітілген. Осы сәуір айының басында төтенше жағдайлар жөніндегі комиссиясының отырысы өткізіліп, онда орман және дала өрттерінің алдын алу тақырыбында проблемалық сұрақтар қаралып, белгіленген жүргізілетін шаралар хаттамалық тапсырма ретінде тиісті мекемелерге берілді. Одан басқа созылмалы табиғи өрттерді сөндіру бойынша өрт техникалық оқу-жаттығу өткізілу жоспарлануда. Өздеріңіз білетіндей, Шымкент қаласында жалпы 6286 гектар құрайтын екі орман шаруашылығы орналасқан. Бұл Шымкент қаласының әкімдігіне жататын Жасыл Белдеу мен Түркістан облысына қарасты Бадам орман шаруашылықтары. Осы орман шаруашылықтарында 28 сәуірінде тактикалық оқу-жаттығу өткізілу жоспарлануда. Ал орман шаруашылықтардың өрт кезеңінде дайындық туралы айтатын болсақ, орман дала өрттерді сөндіруге жалпы 40-тан астам ерікті өрт сөндіру топтары құрылған. Өрт сөндіруге 2 бірлік негізгі өрт сөндіру техникасы, 8 бірлік қосалқы техника және жабдық құралдармен жабдықталған. Оған қарамастан төтенше жағдайлар департаментінде 24 бірлік техника және 100 адам жеке құрам дайындыққа келтірілген. Бұл жаз айларында орын алатын құрғақ шөптің өртенуі. Мысалы, қала аумағында жалпы аумағы 12280 гектар құрайтын егістік алқабы бар. Онда 60-тан астам шаруа қожалығы орналасқан. Егер жанатын болса, үлкен қаупі бар деп саналады. Өйткені бір-бірінен егін алқаптарына немесе елді мекендеріне өтіп, үлкен шығындарға келу мүмкін.